Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай мата жолақтарынан әдемі құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрағымызға ең алдымен бізге осындай 8 бұрыш қажет болады. Бұл 8 бұрышты кез келген матадан қиып алсаңыздар болады. Мен бұл бұрышты осылай ақ қағазға бірінші түсіріп алдым, содан кейін матаға түсіріп қиып алдым. Одан кейін бізге ені 5 см және ұзындығы 2,5 метр, яғни 250 см болатын жасыл, көк, қызыл және ақ түсті лента қажет болады. Осылардың орталарын барлығын тігіп аламыз. Енді осыны тігіп бастайтын боламыз құрағымызды. 8 бұрышымыздың бір бұрышын алып, осыған мінекей біздің мата жолағымызды біріккен тігіп бастаймыз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай бір шетіне осындай қалдырамыз. Молдау қылып, яғни примерно 20-22 сантиметрдей қалдырамыз. Содан кейін барып осылай көк 8 бұрышымызды тігеміз. Дәл осылай тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін артық жіптерін қиып алып тастаймыз және де артық матасын қиятын боламыз. Ол үшін бізге қайшы немесе осындай қиғыш құрал қажет болады. Менде осындай қиғыш құрал бар, осымен қиятын боламын. Сіздерде жоқ болса, ручкамен сызып, қайшымен қисаңыздар болады. Мінекей қию үшін тыстаған жағымызды тиіспейміз. Келесі ұзын артық матамызды қиямыз. Ол үшін екінші бұрышындағы сызыққа дәлме-дәл сызғышымызды қойып, дәл осылай артық матамызды қиып алып тастаймыз. Мінекей дәл осылай қиып алып тастаймыз. Енді кезекте келесі бұрышына дәл осылай тігіп шығамыз. Мінекей дәл осылай тігіп шығатын боламыз. Мінекей тігіп алдық. Ендігі кезекте артық матасын қиямыз. Ол үшін бірінші жоғары жағындағы артық матасын қиямыз, яғни тігіп басталған жердегі артық матасын қиып алып тастаймыз. Сызғышты қойсаңыздар, дәл осылай өзі түзеу болып шыға келеді. Осылай қиып тастаймыз. Ендігі кезекте келесі бұрышына қойып сызғышымызды осылай артығын қиып алып тастаймыз тоже. Осылай қиып алып тастаймыз. Сіздер яғни ручкамен сызып, қайшымен қисаңыздар болады. Екінші бұрышы дайын болды. Ендігі кезекте үшінші бұрыштың тігісін түсіреміз. Дәл осылай барлығын қайталап тіге береміз. Тағы бір айта кететін жайт, бұл құрақта өлшем бірліктерін өзіңіздің қалауыңыз бойынша ала бересіздер. Менің жағдайымдағы өлшемнен бөлек. Мендегі 8 бұрыштың өлшем бірлігі
14'та 14. Мінекей барлық бұрыштарын осылай тігіп алдық. Ендігі кезекте ең бірінші және соңғы тігілген матамызды біріктіретін боламыз. Ол үшін ең бірінші тігілген матамызды осылай бүктеп, және де бірінші тігілген бұрышымыз арқылы мінекей осылай сызғышты қойып, артық матасын қиып аламыз және екі тігілмеген бұрышты біріктіріп тігетін боламыз. Мінекей тігіп алдық, енді артық матасын қиып алып тастаймыз. Менің осы құраған құрағымның көлемі 40-та 40 болып шықты. Құрағымызды құрап болғаннан кейін міндетті түрде тігістерін өтекпен бастырып өтектеуді ұмытпаймыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Егер де менің осы құраған құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.